101-ші ізденімпаз ақыл тұрақты мереке. Тұрақты бақыт пен тыныштыққа жету үшін ашкөздік пен материалдық құмарлықты басу керек. Қолыңызда бармен бақытты болыңыз. Сізге осы материалдық құндылықтардың барлығы қажет пе деген сұраққа жауап беріңіз. Сіз қанағаттануды, шыдамдылықты, батылдықты және жинақылықты дамыта аласыз. Күнделікті осындай жаттығулар мен шынайы тілектер арқылы. 102-ші әр күн сайын жаңа дос немесе таныс табыңыз. Бай қарым-қатынас толық бай өмірдің ДНК-сы. 103-ші ескі үнділік мақалды ұмытпаңыз. Егер сіз өз ақылыңыздың иесі болсаңыз, онда бүкіл ғаламның да иесі боласыз. 104-ші материалды құндылықтарды жинақтаудан гөрі бақыт жағдайына көбірек мән беріңіз. Өмірге деген ойластырылған талғам, әрекеттер мен ұмтылыстар арқылы тәрбиеленеді және мұқият сақталады. 105-ші танымал пікірге қарамастан стресс соншалықты жаман емес. Бұл біздің қабілеттеріміздің шегінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді және денемізден химиялық элементтердің тасқынын шығару арқылы бізге көмектеседі. Зақым тым көп стрессті тудырады. Дәлірек айтсақ, стресстік жағдайдан шығу мүмкін емес. Стресстен шыға алмау ғана зиян әкеледі. Стресс кезеңін босаңсу және дем алыс кезеңмен байланыстыру қажет. Осының барлығын дұрыс ойлаумен және ақылдың тынығуымен үйлестіру керек. Сонда нағыз бақытқа және ұзақ өмірге қол жеткізе аламыз. 106-ші күн сайын психикалық үзіліс жасауды әдетке айналдырыңыз. Мұны 2 ай бойы жасаңыз және осы демалыс кезеңдеріне маңызды кездесулер мен әрекеттер кестесін қосыңыз. Оның марапаты өте үлкен. 107-ші демалу сияқты өзгерістер өте пайдалы. Жұмысты ауыстыру сияқты немесе аптасына 3 рет 1 сағаттық демалыс жасау. Осындай болмашы өзгерістер болып тұрса, күнделікті тәртіп пен ойлау жүйесін өзгертуге өте пайдалы. Егер сіздің санаңыз секундтың 100-ден 1 бөлігіне болса да алаңдаса, сізді ауыр сабақ күтіп тұр деген. Ауыр сабақ әрқашан күшті мотиватор болған және болады. 108-ші бақыттың негізі 10 іргелі ережелерін біліңіз. 1-ші өнімді, қызықты және белсенді өмір сүріңіз. 2-ші әр минут сайын мағыналы іс-әрекетпен айналысыңыз. 3-ші ешқандай әбігерсіз, ұйымдастырылған, жоспарланған кейіптегі өмірді жасаңыз. 4-ші нақты мақсаттар қойыңыз, бірақ ойыңыздағы мақсат одан да жоғары болсын. 5-ші оң бағытта ойлаңыз, теріс ойлардың басым болуына жол бермеңіз. 6-шы ұсақ түйектерге қатысты қажетсіз уайымнан аулақ болыңыз. 7-ші көңіл көтеруге уақыт бөліңіз. 8-ші өзіңіздің бойыңызда адамдарға деген шынайы сүйіспеншіліктегі жылы және ашық мінезді тұлғаны тәрбиелеңіз. 9-шы алғаннан гөрі көп беруді әдетке айналдырыңыз. 10-шы қазіргі уақытта өмір сүруді үйреніңіз. 109-шы қарапайымдылыққа ұмтылып қарапайым өмір сүріңіз. 110-шы Шарлз ван Дореннің білімнің тарихы атты еңбегін оқыңыз. Бұл кітапта бүкіл әлемдік идеялар көрсетілген, байлықтың бүкіл білімі бар. 111-ші Уильям Коэннің көшбасшы өнер атты кітабын оқыңыздар. Ол шабыт сыйлайды және тәжірибелік кеңес береді. 112-ші өз бойыңызда харизма деп аталатын нәзік қасиетті дамытыңыз. Міне харизматикалық көшбасшының қасиеттері. Жасаған ісіңізді адал жасаңыз. Жеңімпаз сияқты көрініп, жеңімпаз сияқты әрекет етіңіз. Алдыңа мақсат қоя біл, жетістікке жеткен жұлдыздардан үйреніңіз. Мақсаттарыңызға жету үшін көп жұмыс жасаңыз. Кез келген тапсырмаға дайындалып, оған жету үшін көп еңбектеніңіз. Өзіңізді жұмбақ адамға айналдырыңыз. Басқа адамдарға қызығушылық танытып, мейірімділік танытыңыз. Жақсы юмор сезіміне ие болыңыз. Мінезіңіздің күштілігімен танымал болыңыз. Қиын жағдайларда сыпайы әрекет етіңіз. Джон Кеннеди қиын шиеленіс жағдайында орташа менеджерді нағыз басшыдан ажырататын жарты адам. Ол сымбатты мінез құлық деп айтқан. 113-ші жұмыста, махаббатта және өмірде мықты, әділетті болыңыз. 114-ші тыңдаған сәтте сөйлемеңіз. Сөйлеп жатқан кісінің сөзін бөлу тәжірибесіздік.
Зейін салып тыңдаңыз, өте көп нәрсеге жетесіз. Өте көп адам сізден кеңес алуды мақсат етеді. 115. Аристотель: кез келген адам ашулануы мүмкін. Бұл өте оңай, бірақ адамға дұрыс, қажетті деңгейде, керек уақытта, дұрыс мақсатта және дұрыс жолмен ашулану оңай емес, және әркімге беріле бермейді деген. 116. Білім бұл күш. Үлкен жетістіктерге жеткен адамдар міндетті түрде басқаларға қарағанда шебер немесе ақылды емес. Олар басқалардан мақсаттылығымен және білімге құштарлығымен ерекшеленеді. Адам неғұрлым көп білсе, соғұрлым көп нәрсеге қол жеткізеді. Ұлы көшбасшылардың биікке көтеруіне көмектесетін өз әдістері бар. Әлемдік көшбасшылардың өмірбаяндарын оқып, олардың әдеттерінен, әрекеттерінен және философиясынан сабақ алыңыз. Белсенді үлгі алуды маңызды әдетке айналдырыңыз. 117. Барлық сұраққа жауапты кітаптан алуға болады. Ең жоғарғы әлеуетке жету үшін әр күн сайын оқыңыз. Өз мақсатыңызды анықтап, қажетті ақпаратты ғана оқыңыз. Барлығын оқуға тырыспаңыз. Таңды газет оқудан бастаңыз. Сіз оқыған дүние әртүрлі болуын қадағалаңыз. Кітаптар сіздерді шабыттандырады. 118. Таңғы аспен бірге кездесу ұйымдастыруды әдетке айналдырыңыз. Досыңызбен, әріптесіңізбен бірге ас ішу күнді бастаудың оңтайлы әдісі. 119. Үйіңіздің жарық және үйде бассейн болуына көңіл бөліңіз. Бассейн қаншалықты бос емес болсаңыз да жаттығуға мүмкіндік береді. Ұзақ нәтижелі күннен кейін сергітетін жүзуден артық ештеңе жоқ. Сіз өзіңізді керемет сезінесіз және нәресте сияқты ұйықтайсыз. 120. Аристотель былай деген: кемелдік әдеттерді жаттыру және дамыту арқылы қол жеткізетін өнер. Бізде кемелді ізгі қасиет болғандықтан дұрыс әрекет етпейміз. Керісінше, бізде кемелдік бар, өйткені біз дұрыс әрекет етеміз. Біз бұны жүйелі түрде жасаймыз. Кемелдік бұл әрекет емес, ол әдет. 121. Бүгін кешегі оқушы. Бенджамин Франклин. 122. Егер сізде екі жолдың арасында таңдау болса, батыл жолды таңдаңыз. Ойланып тәуекелге бару жиі таңқаларлық нәтижелерге әкеледі. 123. Күнделікті қарбаластан, көп адамдардан аулақ болыңыз және өзіңізге тыныш талдау жасап, терең оқуға немесе қарапайым босаңсуға бірнеше сағат жұмсаңыз. 124. Жер бетіндегі әрбір адам жеткен жетістіктерге сіз де жете аласыз. Оған тек табандылық және еңбекқорлық керек. Шектеулі ойлар мен әлсіз бейнелерден бас тарту керек. Нақты маңызды мақсаттарға қол жеткізуге назар аударыңыз. 125. Жақсы өлеңдерді жаттауды әдетке айналдырыңыз. Бұл тамаша ойын-сауық көзі ғана емес, ол сіздің ақыл-ой белсенділігіңізді жаңа биіктерге көтереді. Есте сақтау, зейінді шоғырландыру және ақыл-ойдың сергектігін арттырады. 126. Сіздің сөздеріңіз жұмсақ, ал дәлелдеріңіз қатаң болуы керек. 127. Майда шүйделерге бола алаңдауды доғарыңыз. Кішкентай сәтсіздіктер үшін күле біліңіз. Бұл тәжірибелік әдіс сізді теріс әдеттерден сақтайды. Бәрі өтеді деп қайталай беріңіз. Содан кейін бір парақ алып, сізді не мазалайтынын жазыңыз. Бұл туралы ойлауға көңіл бөліп, мәселені шешетін күшті шабуыл сызығын тұжырымдаңыз. Бұл практикалық әдіс жағымсыз әдеттен арылуға көмектеседі. 128. Ең көп жұмыс істейтін адам ретінде танылыңыз. Көбірек тапсырмаларды алып, оны сәтті аяқтайтын адам ретінде. Әрқашан өзгенің қамын ойлайтын, ең алдымен отбасы мүшелерін ойлайтын адам болыңыз. Жеке және кәсіби шеберлікті біріктіру арқылы басқалардан ерекшеленіңіз. Өзгелерді қуанта алатындай жарқыраған жұлдыз болыңыз. 129. Ұжымда жұмыс істей біліңіз. Жаңа достарды табыңыз. Жолыңызда кездескен әрбір адамға ең маңызды адам ретінде қараңыз. Сіз сонда үлкен табыстарға жетесіз. 130. Сіз бір нәрсе іздесеңіз, міндетті түрде оны табасыз. Ал тек табысты күтсеңіз, онда оған да жетесіз. Сіз өз қалауларыңыздың орындалатынына толық сенімді болғанша, оған қайта-қайта оралыңыз, және бұл міндетті түрде болады. 131. Өзіңізде таңдау сезімін жетілдіріңіз. Зерттеуші болыңыз. Басқалар жай қарай салатын нәрсе үшін таңғала біліңіз. Азғантай демалыс алып, өз жаныңызды, тәніңізді, ақылыңызды қадағалаңыз.
Бұл өміріңіздің сапасын жақсартады. 132. Өз жақындарыңызды ұмытпау үшін оларға қамқорлық ретінде туған күндеріне сыйлық жіберіп тұрыңыз. Біздің бәріміз жұмыс бастымыз, алайда 5 минутты сол сияқты нәрселерге арнасаңыз, ол сізге қайтады. 133. Адамдардың аттарын жаттап алып, оларды атымен шақырыңыз. Өз атын есту ең ұнамды музыка. 134. Жарты сағатқа далаға шығып, тек көк аспанға қараңыз. Табиғатпен байланыс жасаңыз. Бүгінгі кестеңізден шығып, түстен кейін тамаша жерде өткізіңіз. Орманда серуендеп, салқын ағынның жанында отырыңыз. Күн тәртібінен шыға тұрыңыз. Бұл демалуға мүмкіндік береді және қайтып келген кезде керемет сезімде боласыз. 135. Аптасына бір рет үйде сағатыңызды қалдырып кетіңіз. Сағат іс-әрекетті басқармас үшін. Бұл күні өзіңіз қалаған нәрсені істеңіз, минуттардан ләззат алыңыз және маңызды болып көрінетін кішкентай нәрселерге емес, шын мәнінде маңызды нәрселерге назар аударыңыз. 136. Жұмыста күле біліңіз. Көп нәрсеге жеткен жағымды адам ретінде көрініңіз. 137. Идея психикалық бейнені жасайды. Психикалық бейнеден психикалық әдет пайда болады. Ең ақырында психикалық мінез-құлық сипаты жетілетін болады. Өз ойларыңыздың иесі болыңыз, сонда өз ақылыңыздың иесі боласыз. Ақылыңыздың қожайыны болыңыз, сонда өз өміріңіздің қожайыны боласыз. Өз өміріңіздің иесі болыңыз, сонда сіз тағдырыңыздың иесі боласыз. 138. Жағымсыздыққа қарсы ойлау күшіне ие болыңыз. Бұл қарапайым әдіс жағымсыз ойды ұнамды ойға айналдырады. Жағымды жақтар тізімін жасаңыз және оларды қайта-қайта қайталаңыз. Жақында сіз теріс үлгіні бұзасыз және алдағы аптаны асыға күтесіз. 139. Өзіңізді сараптау үшін ұйықтар алдында 10 минут уақыт бөліңіз. Бүгін істеген жақсы, жаман нәрселер туралы ойланыңыз. Жетілу үшін не істеу керектігін, не өзгерту керек, соның барлығын сараптаңыз. Тұрақты жаттығулар арқылы өте аз қателіктер жіберетін боласыз және ең күшті тұлға болатын уақыт келеді. 140. Ең тиімді оятқыш біздің санамызда бұрыннан бар. Маған сенбесеңіз, мына әрекеттерді орындап көріңіз. Ұйықтар алдында ыңғайлы креслода 10 минут отырыңыз. Көзіңізді жұмып және қолыңызды тізеңізге қойыңыз. Бірнеше минут терең дем алыңыз. 5 дегенде ауаны ішке жұтыңыз, 10 дегенде дем шығарыңыз. Мынаны 20 рет қайталаңыз. Мен қалаған уақытымда оянамын, сергек боламын және көңіл күйім жақсы болады. Енді мұны көз алдыңызға елестетіңіз. Бірнеше жаттығудан кейін керек нәтижеге жетесіз. Осы қысқа жаттығулардан кейін өзіңізге қолайлы уақытта оянатын боласыз. 141. Джордж Бернард Шоу. Кейбір адамдар заттарды сол күйінде көреді де, неге деп сұрақ қояды. Мен ешқашан болмаған нәрсені армандаймын және неге олай болмасқа деп сұрақ қоямын. 142. Медитация сапасын жақсарту үшін келесі әдістерді қолданыңыз. Медитацияны күнде жасаңыз және бір уақытта бір жерде. Медитацияны таңғы уақытта жасаған дұрыс. Бастамас бұрын ақылыңызға сабырлы болуын айтыңыз. Мен қазір өте сабырлы боламын және назарымды шоғырландыра аламын. Басында 10 минут медитация өткізіңіз, кейін уақытты қоса беріңіз. 1-2 айдың ішінде ешбір бөгде ойлар сізді алаңдатпайтын және бұрын соңды болмаған тыныштықты сезінесіз. 143. Жаңа достық байланыс орнатыңыз. Бұл қарым-қатынастар табысты болу және сау өмір үшін қажет. Өзіңіз жақсы дос болыңыз. Сізде қанша болса да, жаңа достарды табуды бірінші орынға қойыңыз. Көп адамдарға жетіспейтін өмірдегі ең үлкен қуаныштардың бірі. 144. Майл Дэвистің Kind of Blue дискісін немесе кассетасын сатып алыңыз. Бұл әндер сізді сергітеді және тыныштандырады. Мұндай музыка жанға өте пайдалы. 145. Күніне көп мөлшерде су ішіңіз. Су бүкіл ағзаны тазартады, тірілтеді. Сорпаны көптеп ішіңіздер, сонымен қатар күріш, картоп және паста жеңіздер. Сіз жейтін тамақтар қуат пен ақыл ойдың анықтығына ықпал ететіндей болуы керек. 146. Өз бойыңызда нақтылықты тәрбиелеңіз. Табысқа жетудегі ең керек құрал. Өзіңізде ұқыптылықты дамытыңыз. Өйткені бұл табысқа жету үшін өте маңызды.
ұқыптылық, тәртіп пен басқаларға деген құрметті көрсетеді. Онсыз тіпті ең ақылды адамда біршама жағымсыз болып көрінеді. Ерте келмеңіз және кешікпеңіз. Уақытыңызды жоспарлаңыз және ерте келсеңіз, уақытында келу үшін серуендеңіз немесе жай демалыңыз. Қазіргі кезде жиі кездесе бермейтін осы маңызды қасиетті бойыңызда дамытсаңыз, сізді әрқашан қуана қабылдайтын болады. 147. Телефон сіздің ыңғайыңыз үшін керек. Егер қолыңыз тимесе, жауап қатпай, қажет кезде қайта қоңырау шалыңыз. Ең бастысы, өміріңізді толық ету үшін қымбат уақытты үнемдеу керек. 148. Күніңізді жақсы бастаңыз. Төсектен тұрар алдында дұға тілеңіз. Келе жатқан күнге разылық білдіріңіз. Өмір табыстылығының кілті бұл соңғы күн сияқты өмір кешу. 149. Серіктесіңізге сеніңіз. Бұл сіздің қарым-қатынасыңызды нығайтады және екеуіңізге бірдей қарқынмен өсуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ жақын адамыңызбен маңызды мәселелерді бөлісу өте пайдалы. 150. Өзіңізді ілгері жылжуға мәжбүрлеп, әр күн жаңа мақсаттарға жетіңіз. Өз әлсіздіктеріңізбен күресіңіз. Нені кейінге қалдырсаңыз, соны жасаңыз. Көптен бері кейінге қалдырған алғыс хатын жазыңыз. Тәртіптің бұлшықеттерін жаттықтырыңыз және сіз күніңізді үлкен қанағаттандыру, тиімділік және қуатпен өткізу арқылы марапатталатын боласыз.